Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында қарапайым нандарды жасаймыз және де осылай төрт түрлі етіп, төрт түрлі пішінмен жасау әдістерін көрсететін боламын. Міне нанымыз өте жұп-жұмсақ, араларын да барлығы өте дәмді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы рецепті менде қатып қалған рецепт жоқ. Үйде не бар сонымен жасауға болады. Аздап сүт, су, ең бастысы қатты ыстық емес, ыстықтау болуы қажет. Үйде не бар? Қаймақ болса қаймақ, болмаса сары май немесе майонез салсаңыз да болады, 1-2 қасықтай салып, араластырып, тұз, дрожжымызды салып, ұнымызды електен өткізілген болуы керек міндетті түрде ұн. Қажетінше ұн салып қамыр илейміз. Ұнымызды бірден көп салып жібермейміз. Аз-аздан сала отыра қосамыз. Қолға қатты жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Ең бастысы су қатты ыстық немесе салқын болмауы қажет. Қатты ыстық болса да дрожж күйіп өзінің күшін жояды. Және ұнымыз електен өткізілген болуы керек міндетті түрде. Және срогы көп уақыт қалып қойған немесе срогы өтіп кеткен ұн болмауы қажет. Осылай иі қанғанша илейміз қамырымызды. Ең беткі бөлігінде аздап сұйық май жағып, тағы да қамырымызды илеп, ашытуға жылы жерге орап қоямыз. 1-1,5 сағат шамасында. Негізі ашытылмалы қамырлар, нан, булочка болсын, өте ыстықты, қатты жақсы көреді. Сондықтан бөлменің температурасы жылы болғаны дұрыс. Қамырымыз ашыды, алып өзіңізге қалай ыңғайлы бөліктерге бөліп аламыз. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Бөліктерге бөліп күлше жасап шығамыз. Қатты тағы да илей берудің қажеті жоқ. Домалақтап, бетін жауып, тағы да кішкене көтерілгенше 20 минут шамасында қалдырамыз. Міндетті түрде бетін жауамыз, қамырымыз қаязып қалуы мүмкін. Ал енді табамызға салып, сіздерге 4 түрлі нанның пішінін жасауды көрсетемін. Мұқият видеоларды қарап шығамыз. Бірінші түрі дәл осылай шетіне қарай қамырымызды жайып, орталарын осылай саусақпен басып шығамыз. Өте қатты басуы керек. Қамырымыз көтерілген кезде, піскен кезде өзінің орнын көтеріліп қалуы мүмкін. Бетіне жұмыртқа жағып, қалауыңызша күнжіт, мак себуіңізге болады. Қызып тұрған пешке міндетті түрде 280-300 градус шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште. Ал енді бізде екінші түрі, бұл түрі гүл деп айтылады. Кішкене томпақтау келеді. Ортасын кішкене басып, шет-шетін өткір лезвімен кесіп шығамыз. Лезві жап-жаңа болу керек. Кескен кезде ыңғайлы болу үшін. Видеода барлығы толық көрсетілген. Ортасын осылай бастырып шығамыз жақсылап. Сізде мұндай болмаса шанышқымен жасасаңыз да болады. Бетіне жұмыртқа жағып, әрбір нанды пешке салудан алдын тағы да осы күйінде 20 минут ыстық жерде, осы бөлме температурасында ұстасаңыз, тағы да көтеріліп, нандарымыз тағы да жұмсақ болып көтеріліп шығатын болады. Ал енді үшінші түрі, лезвімен осылай шет-шеттерін кесіп шығамыз. Мынау кішкене көтеріліп тұрған қамыр бізде. Барлығын біркелкі етіп кесуге тырысамыз. Ортасынан шетіне қарай осылай тартып шығамыз. Ортасында қамырымыз тым жұқа болып кетпесін. Байқап осылай тартып, осылай бастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Тағы да айта кетейін, біздің нандар жылы сүйгіш, бөлменің температурасында қатты жел болмаса, қатты суық болмағаны дұрыс. Нанды жасап болған соң тағы да 20 минуттай ұстап, сосынан қызып тұрған пешке салсақ, тіпті біздің нанымыз тағы да жақсы көтерілетін болады. Ал енді соңғы түрі, бұл айтпай-ақ барлығы толық көрсетілген. Тек қана саусағымызбен жақсылап басып шықсақ жеткілікті.
сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын, нандарыңыз берекелі болсын. Сіздермен болған Мида.